Тобыл Торғай өңірінде дін исламға қызмет еткен небір ғұлама ғалымдар өтті. Және олар сондай қиын кезеңде өмір кешсе де, мұсылманшылық тұтқасынан айырылмай, ұрпаққа имандылық жолын дәріптеп, қолына шоқ ұстағандай ислам дінін бүгінгі күнге дейін саф қалпында жеткізді. Бүгінгі деректі фильм Алланың хақ жолынан танбаған, пайғамбар ізін жалғаған осындай данышпан бабаларымыздың бірі, кешегі жұрт имандылыққа бет бұруға бата алмай, қор болып қол жаюға қорқып жүрген кеңес заманында Жітіқара жерінде асыл дінімізге аянбай батыл қызмет еткен, өлкемізге ғана емес иісі қазаққа, тіпті Орта Азияға танымал діндар тұлға Мұстафа Қажы жайында болмақ. Мұстафа Ғыбайдоллин 1880-1969 жылдары өмір сүрген дін қайраткері, молда, қажы. Тройск қаласында мұсылман әлеміндегі ең жақсы академиялық институттардың бірі деп бағаланған Расулия медресесінде білім алған атақты Зайнолла Ишанның шәкірті, руы Жағалбайлы Бозбет жәдігер. Туған жері Челябі облысының Қызыл ауданындағы Қайың ауылы. Мұстафа Ғыбайдоллаұлы 5 жасында анасынан, 11-ге келгенде әкесінен айырылып, әкесінің інісі Нұртайдың қолында тәрбиеленген. Әкесі Ғыбайдолла ақтық демін алар шағында баласы Мұстафаға Тройсктегі Зайнолла Ишанның медресесінде дәріс алуды өсиет қылып тапсырды. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Тройск қаласы ислам білімінің ірі орталығы болғаны мәлім. 1883 жылы осында Зайнолла Расулев негізін қалаған Расулия деп аталған медресе ашылды. Расулия медресесі басында конфессионалдық мектеп болып, оқу бағдарламасына негізінен теологиялық пәндерді енгізді. Расулияның мұддарисы Зайнолла жадидизмді ұстанып, сол кездері ислам діни мектептеріндегі схоластикаға қарсы болды. 1893 жылы Зайнолла Расулевтің арқасында медреседе дыбысты оқыту әдісі, сынып сабақ жүйесі, сондай-ақ зайырлы пәндерді меңгеру енгізілген болатын. 20 ғасырдың басында медресе 11 жылдық оқу курсы бар жартылай зайырлы оқу орны болып қалыптасты. Медресе басшылығына Зайнолла Ишанның баласы Ғабдырахман Расулев келген кезде білім беру бағдарламасына діни ілім, араб, түрік, орыс тілдері, каллиграфия, оқу, жаттау және Құран мен хадисті, тапсыры, математика, ресей және жалпы тарих, ислам тарихы, теология, мұсылман құқығы, этика, гигиена, география, табиғаттану, физика, химия, зоология және педагогика пәндері кірді. Сол кезде оқу татар тілінде жүргізілген болатын. Сол кездегі біздің жалпы Қазақстандағы осы солтүстік өңірдегі көптеген имамдарымыз сол осы жақын әрі көрші лес болғаннан кейін ба жалпы ислам дінін біздің Орта Азияға 2 жолмен тараған. Бірі атақты Бұхарай шариф, одан да небір ғұлама ғалымдар, дамоллалар, небір ишандар оқып шыққан. Дәл сондай біздің қазақ тарихында мына осы Тройскіден білім алған имамдарымыз тіптен мұқтасиптік дәрежеге жеткен. Мұқтасиптік дәреже қазіргі облыстық имамның дәрежесі. Мұстафа Ғыбайдоллин әкесінің өсиеті бойынша Зайнолла Расулевтің медресесіне келіп оқуға түсті. Медресеге білім алуды қалаған барлық бала түсе алатын. Шәкірттер ішінде Мұстафа секілді жетім балалар да оқыды. Зайнолла Ишанның медресеге шәкірттерді қалай қабылдағаны жайлы деректерді Мұстафа Қажы өз естеліктерінде былай деп баяндайды. Балаларды қарым қабілетіне қарай Ишанның өзі 3 топтарға бөлетін. Бірінші топқа молдалық, имамдық білім алушылар кірсе, екінші топтағылар адам емдеуді үйренеді. Оларға терең білім берілетін, тамырын басып адамның қай жері ауыратынын және оның дертіне шипа болар тиісті ем-домын қалай жасау керектігін үйрететін. Үшінші топ жер астында оқитындар. Бұл топтағылар жындарды басқаруды меңгереді. Ал мен Расулия медресесінің бірінші тобына қабылданып, молданың оқуын оқыдым.
Медресені бітірген соң Мұстафа Ғыбайдуллин Қондыбай ауылының мешітінде молда болады. Сонымен қатар жергілікті медреседе балаларға дәріс берді. Оның молдалық қызметі екінші дүниежүзілік соғыс және соғыстан кейінгі жылдарға тұспа-тұс келді. Отанды қорғау ол Алланың алдында үлкен бір парыздың бірі. Жаңағы сол үшін бұл кісі мынау елдің басына күн туғанда, сол Ұлы Отан соғысының уақытында жаңағы совет заманының немістен үлкен жаңағы соғыс майданында қиыншылық көргенде Сталин сол кездегенде басшымыз Генсек Сталин мынау кімнің Зейнолла Хазіреттің баласы Абдрахманды өзіне Мәскеуге арнайы шақыртып Уфадан алдырып сол сенің әкеңнің медресесінде оқыған шәкірттердің бәрін жина, соларға тапсырма бер менің атымнан, яғни мынау дінін ұстасын, ешқандай қорықпастан 5 уақыт намазын оқысын, мынау соғыстың беті қайту үшін Құдайға жалбарынып тілек тілесін, 30 күн оразасын ұстап, сонымен қатар жаңағы сол соғыс майданына керек қару-жараққа жаңағы қаражат керек қой. Сол елден қаражат жинасын, соған еңбек етсін деп тапсырма береді жаңа Абдрахман деген баласына. Сол Абдрахман барлық сол кездегі жаңа Тройстегі Зейнолла Хазіреттен оққан бар имам молдаларды өзінің қасына алдырып, сол Сталиннің тапсырмасын жеткізеді. Мұстафа қажы Ғабдрахман Ишанның тапсырмасын алған соң барлық қазақ, татар, башқұрт, шешен, ингуш тағы басқа мұсылмандарды Жітіқараның ең үлкен ғимараты аудандық мәдениет үйіне жинайды. Намаз оқып болған соң халыққа отанды қорғау үшін қасиетті соғыс жүріп жатқанын түсіндіріп, Мұстафа қажының үндеуіне құлақ асқан жұрт ақшаларын және әшекей бұйымдарын әкеле бастайды. Жітіқара ауданы мұсылмандарының атынан нөмірі 14-ші есепшотқа 20 мың рубльге жуық садақа аударылады. Көнекөз қариялардың айтуынша, Мұстафа қажы соғыстан оралмаған боздақтардың үйіне барып, олардың рухына Құран бағыштаған. Осындай қиын қыстау кезеңде халықпен бірге болған. Соғыс Мұстафа қажының өзінде айналып өтпеді. Екі бірдей інісі Самрат пен Омар, екі ұлы Қанзафар мен Ғаппас қан майданнан оралмады. 1943 жылы орталық мұсылмандар діни басқармасы 10 миллион рубльге жуық қаражат жинап, оны танк колоннасының құрылысына аударған. Ал мүфти Ғабдрахман Расулевтің өзі жеке жинағынан 50 мың рубль тапсырған. Сталин «Известия» газетінде ксро мұсылмандарына және мүфти Ғабдрахман Ишанға Қызыл әскердің жеңісіне қосқан қомақты үлесі үшін алғыс білдірген. Мүфти Ғабдрахман Расулевтің «Ислам» атты кітабында оның 1945 жылы Жітіқарада жұмыс сапарымен болғандығы туралы дерек келтірген. Автор бұл кітаптың бір данасын Нұртаза қажының әкесі Бекен қажыға сыйлаған. Мен туған 32 жылы, сол енді 32 жыл тудым, бірақ оларға араластық. Біз кеше 40 соғыс жылдар біз араластық. Соғыс жылдар Дістер деген жер болды. Мен второй кварталдым, олар Дістерді. Сол соғыс болып атқанда 42 жылы сыртқа басталды. Сол кезде менің әкем Мұстафа Мозғы молдалықты, ол кезде молда болса құрты жіберіп отырды. Бірақ менің әкем Бекен Мұстафа сол елді басқарып, осы елді қазақтарды дін мұсылмандыққа тартты. Sonra ең бірінші сөйтіп жүріп, ораза ұстады. Сөйтіп жүріп, ораза ұстап жүріп, тығылып барып, түнде барып, зираттың басына, үлкен зираттың басына, сонда тарау оқыды. Сосын тарау оқып, сол тарауықтан кейін соның айт намазында сол зираттың басына барып, берген кезде мен бірге барып жүрдім. Зираттың басына барып, сол зираттың басына тарауықтың ішінде бала болсында араласып жүгіріп жүрдім сонда. Сосын бергесіне бермей шыққан кезде, енді тағы да нетіп, соны үйде оқитын болдық. Сонда біздің үйде, Мұстафа қажының үйінде, сол айна Мұстафа қажы 86 жылы қайтты. Қайтқан бір кезесін мен әкем сол Мұстафа қажының орнын басты. Соғыстан кейінгі жылдары мұсылман қауымы белсенді әрекетке көшті. Қазақстанның жер-жерінде жамағат билікке мешіт ашу туралы өтініш білдіре бастады. Себебі 1920 жылдардың аяғында дінге қарсы күрес басталғанда
мешіттер жабылып, дін ғимараттары клуб, мектеп, кеңсе, қоймаларға тіпті ат қораға айналған болатын. В Кустанайском областном архиве на Майлино я узнала, изучив материалы, узнала, что в в Житомирском районе было 7 мечетей. Это мечеть Кондыбай, Тольбай, Жараспаевых, Айке, Минтай, мечеть около реки Урускискен возле поселка Елизаветинка и мечеть в городе Житгара. Одним из первых мул, кто обратился к властям об открытии мечети в городе Житгара, был Мустафа Кажы. В 1946 году джамагат города Житгара в количестве 754 человек обратились с ходатайством об открытии мечети по улице Кирзавод, дом 21, в доме муллы Губайдуллина. Однако в марте 1947 года им было отказано по формальным предлогам в связи с истечением срока договора аренды. И лишь в августе 1991 года верующие мусульмане города Житгара смогли официально зарегистрировать общину Гибадат и открыть мечеть. Қазақ кср билігі мұсылмандардың құқығын шектеу саясатын жалғастырғанымен, қалалар мен елді мекендердегі молдалардың қызметі тоқтаған жоқ. Молдалар ресми түрде тіркелмегенімен іс жүзінде өз қызметін атқарған. Қостанай облыстық мұрағатынан 1950 жылғы 28 наурыздағы тіркелмеген дін қызметкерлері молдалар тізімі табылған. Мустафа Қажы Ғұбайдуллин бұл тізімде Жітіқара қаласының молдасы ретінде көрсетілген. Медресе біткесін мынау біздің Жітіқара аудандағы Қондыбай деген ауылы бар. Қондыбай деген бай кісі болған. Сол атамды қабылдап, қазіргі Шевченовский совхоз деген совет үкіметінде. Сонда мешет ашқан и медресе балаларды оқытқан. Сонда қызметін сол Шевченовский ауылда қызметін бастаған. Сосын совет кезінде менің әкем айтуынша болса, біздің атамыз өте көп қорлық көрген. НКВД-ның адамдары артынан алдып жүріп, оны қамап қоюға, соттап жіберуге, дінге қарсы шықты ғой совет үкіметі. Сонда атамның артынан қуған, бірақ атамның білігі күшті болған. Ол НКВД-ның адамдары келетінін біліп, сол оларды күтпей бір күн, жарты күн бұрын бөтен жаққа көшіп кеткен. Солай артынан НКВД-ның адамдары аңдып жүрсе де, ол қолға түспеген. Әйтеуір екі шекараның арасында, бір жағында Россия, бір жағында Қазақстан, сол екі арасында неткен жүрген. Бірақ қызметін атқарған, намазын оқыған, оразасын ұстаған, халықты тәрбиелеп жүрген. Дүниеден өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген пайғамбар ғалейсәлам өзінің өсиетінде әл-ғулама варасатул әнбия дейді. Үлкен ғалымдар, ғұламалар, пайғамбарлардың жалғасы, мирасқорлары дейді. Мінекей сол заманда, сол өте қиын қыстауда Мустафа Қажының жаңағы дін исламға аянбай қызмет етіп, сол үшін сол кездегі үкіметтің саясатынан небір қиыншылықтар, небір ауыртпалықтар, небір қуғын сүрген көрсе керек, бірақ соған мойымай, соған тойтарыс беріп, өзінің ұстанған діннің хақ екендігінің, ол елге керек екендігін, имандылықсыз қоғам түзелмейтіндігін сол кісі өз уақытында дәлелдеп кетті. Ол кісінің енді сол совет заманда қылышынан қан тамып тұрғанда 1956 жылы қажылыққа баруының өзі үлкен бір ерлік десе болады. Және де ол кісінің сол діндегі алған үлкен беделі орны. Өйткені о заманда ол қажылыққа бару деген жаңағы шиықтаса түсіне кірмейтін сондай бір исламдағы 5 парыздың бірі қажылыққа бару еді. Ол кісі мынау сол кездегі Орта Азия діни басқармасының басшылармен жақсы қарым-қатынаста болған. Өйткені діни білімі өзінің жасаған еңбегіне сәйкестік кешегі атақты Бабахановтар Шамсуддинмен және оның баласы мен де жақсы қарым-қатынаста болған. Ал енді өзіміздің сол кездегі Қазақстанның сол Орта Азия қарасы Қази Садуақас Ғилманимен де өте жақсы сыйласта, жаңағы осы дін жолында
жаңа бірге қызмет жасаса керек. Сол үшін сол кісілердің өтініші бойынша сол 56 жылы Мәскеуге рұқсатын алып, сол о кезде сондай бір тәртіп қажылыққа баруы, ол мінекей тарихта әрқашанда Мустафа дегенде ол кісінің атынан қажы деген тіркес айтылып отырады. Ал сол кездегі небір жақсы жайсаңдар, білімді ғұлама ғалымдар, молдалар, мұқтасиптер, тіптен дамоллалар, қарилердің өзі қажылыққа баруы әрқайсының жүрегіндегі арман еді. Мұстафа қажы Уфа қаласындағы мұсылмандар діни басқармасына хат жазып, қасиетті Меккеге қажылыққа баруға ниетті екендігін айтып, өтініш білдіреді. Алайда оның өтініші қанағаттандырылмаған. Содан соң Мұстафа қажы Өзбек КСР министрлер кеңесі жанындағы дін істері жөніндегі уәкілге жүгінеді. 1955 жылдың 8 сәуірінде қажылыққа кандидатурасын мақұлдау туралы өтініш жазып, 1947 жылдан бері жол қаражатын жинақ кассасында сақтаған. Ол иманды мұсылман ретінде Алла тағала бізге парыз еткен қажылықты өтеуге мүмкіндік беруін сұрайды. Бұл өтініштің түпнұсқасы Жітіқара қаласындағы мәдениет үйінің мұражайында сақталған. Мен бала кезімде бұл кісіні көрдім өзім. Аппақ кісі, орта бойлы. Көп өсиетті мен бұл кісінің өзінің аузынан естідім. Сосын торайға біздің сабақ деген ұстазымызға барғанда Әбдік деген атасы бар екен. Ұстаздың. Сол кісімен әңгімелесіп отырғанда, бала Жітіқаранікі, Жітіқаранікіміз. Сосын Әбдік ақсақал тұрып айтты, бізде бұрын Мұстафа қажы деген қажы болды. Бірақ ол кісіні өзім көрген жоқпын деді. Бірақ бір ағамыз өлгенше сол кісіні аузынан тастамай кетті деді. Сол ағамыз сосын Мұстафа қажымен бірге қажылыққа баратады ғой. Қажылыққа баратқанда муфти Средний Азия тоқтаған деді бұлар деді. Сонда ағамыз муфтиге бір сұрақ қойыпты деді. Муфти тұрып айтты деді, бұл сұрақты маған неге қойдыңыз? Сенің өз дарияң қасында тұр ғой деген. Сосын ағам тұрып айтыпты дейді, менің дариям кім еді, мен білмедім дегенде муфти айтып, анау отырған Мұстафа қажы сенің дарияң, сен жердікі. Ол кісінің білімі менен терең исламнан. Ол кісі отырған жерде мен ешкімнің сұрағына жауап беріп қағым жоқ деп, муфти кейін сеніп кетіп, сол жерде бүкіл сұрақ осы Мұстафа қажыға қойылған екен деді. Соны өлгенше деді, ағам сол кісіні аузынан тастамай кетті деді. 56 жылы менің атам Мекке Мәдинаға қажылыққа барған. Сол кезде қажылыққа барғанда біздің Совет мемлекеті Саудавия, Аравия мемлекетімен өте жақын туыс қатынасы болған. И сонда біздің советский делегациядан бір жас жігіт переводчик болып барған. Ол әдемі араб тілін біледі, әдемі орыс тілін біледі. Бірақ дін жағдайын білім азғантай болған. И сонда Саудавский Аравияның қызметкері, мемлекет қызметкері дін жағдайына сұрақ қойғанда, анау переводчик кішкене етіп жауабын бере алмай қалған. Сол кезде біздің атамыз кешірім сұрап, айтқан рұқсат болса мен түсіндіріп берейін деген. И ол анау сұраған жауапқа түсіндіріп берген. Сол кезде Саудовский Аравияның қызметкері, мемлекет қызметкері таң қалған. Қалай совет үкіметінде араб тілін білетін, дін жағдайын әдемі білетін адамдар қалған ба деп. И сол кезде атамды өте қатты сыйлаған. Сыйлығын көрсетіп, қажылық намаз болғанда оны кабының ішіне кіргізіп, атам кабының ішінде намаз оқыған. Мұстафа қажының ақыреттік досы, ақын, ағартушы Әлмағамбет Мұқтасиев Оспанұлы. Екеуі де Тройсктегі Расуле медресесінде оқып, Зейнолла Ишанның дәрісін алған. Екі дос көз тірісінде бірі бақилық болса, екіншісі келіп оның жаназасын шығарады деп келісіп алған екен. Мұстафа қажының біздің елге келіп, сол Торғай еліне келіп, сол кезде 54 мешітке ие болған, Мұқтасиев атанған Әлмағамбет Оспанұлы атамызбен өте бір жақсы дос, сырлас, әріптес, діндар, мінекей бауыр болғандығын біз жақсы естіп білеміз. Біздің елде кезіндегі мынау тәуелсіздіктің алдында Жүсіпбек деген молда кісі ғұмыр кешкен, сол кісінің
ауыз дерегінен естігенде сол Әлмағамбет Оспанұлы атамыз қайтыс болады. Сонда сол Әлекеңнің жаназасын Мұстафа қажы келіп, өзі арнайы келіп намазын оқиды. Ол да бір Әлекеңе жасалған үлкен құрмет, үлкен бір Әлекеңнің дәрежесінің биіктігін содан ақ аңғаруға болады. Сонда сол біздің Торғай өңіріндегі сол кездегі діни имамдар жан-жақтан келіп жиналады сол жаңағы жаназаға. Амангелді ауданында кешегі Өтеш молла, Жарман молла деген кісілер болған, айдық молдалар. Сол Өтеш өзі отауызды орақты сөйлекпесе сөзге шешен кісі болса керек. Өзі Бәленбай бет сол Әлекең туралы еңбек жазып келсе керек. Сол жаназасында мен соны айтамын деп дайындалып келген ғой. Сонда Мұстафа қажы бір ауыз сөзбен Әлекең енді шамал уақытта туатын аналар кездесер ме деп сондай үлкен Әлекеңе баға берсе керек. Ол кісіні біздің елде молдалардың, имамдардың эталоны деп үлкен Әлекеңе баға беріліп отыратын. Мінеке сонда Өтеш молда жаңағы Мұстафа қажыдан кейін дайындаған докладын бәрін қоя салып айтты дейді. Мен Бәленбай бет Әлекең туралы еңбек жазып келіп ем, соны бір ауыз сөзге мінеке Мұстафа қажы сыйдырды. Мен енді ары қарай әңгімемді жалғастырмайым. Жаңа Мұстафа қажы әңгімені айтып жеткізді деп, сонда үлкен Мұстафа қажыға баға берсе керек. Мұстафа қажы Қостанай аймағындағы діннің тірегі болған асыл азаматтардың болды. Ол осы Торғай өңіріндегі Әлмұхаммед Оспанұлы, Файзолла, Нұркей қажы, Өтеш, Жарман секілді молдалармен өле-өлгенше қадірлес сыйлас болған кісі. Ең алғаш Мұстафа қажы 1926 жылы қажылық сапарға барған болса, арада 10 жыл өткеннен кейін оның қадірлес абзал сыйлас інісі Нұркей қажыға да Мекке Мәдинаға баруға Алла нәсіп еткен. Ал осы өңірден шыққан белгілі Құран қарилардың бірі ақын Файзолла Сатыбалдыұлы мен Мұстафа қажы өле-өлгенше хат хабар алмасып тұрған кісі. 56 жылы қажылық сапарға барып келгеннен кейін Файзолланың 57 жылы жазған өлеңінде қажының Аққиялла сәлем бердік, бірнеше сұхбатланып дидар көрдік, достықтың бастап сізге жолын ашып, бар мәзір ғазал менен сәлем бердік деп жазған өлеңдері Файзолла қаридың кітаптарында жарияланған. Осы сыйластық, осы қадірлестік олар өмірден өткенше жалғасып келген. Жалпы енді білесіздер, осы біздің елімізден көптеген өте тақуа, сондай салиқалы адамдар өтті. Соның бірі мынау осы Тобыл-Торғай жеріне шыққан осы Қостанай облысынан мынау Файзолла Қари деген атамыз болды. Осы Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы аталарымыздың замандасы. Міне сол кісінің қырқына көптеген игі жақсылар жиналады. Соның басын Мұстафа қажы атамыз бастап барады екен. Жаңа Жітіқаралық Мұстафа қажы, Торғайдан Әлмұхаммед молла, Тілен молла. Осы кісілер қырқына көңіл айтуға барады. Сол кезде енді бүкіліне көңіл айтып, сол кезде жаңа Мұстафа қажы дәм дауыс деп болғаннан кейін Тілен моллаға Құран оқы деп ишара жасайды екен. Сол кезде енді Тілен молла дауысы да өте керемет екен. Құранды оқығанда бүкіл халық жаңа сілтідей тынып тыңдайды. Сол кезде Ясин сүресін оқиды екен ол кісі. Сол Ясин сүресін оққанда сәкта деген ережеге келеді. Сол кезде Әлмұхаммед молла сәктаға тыныссыз бөгелдім деп ескерту жасайды екен. Тілен молла қайтадан жаңа қайыра оқиды, екінші рет тағы да ескерту жасайды. Сол кезде міне Мұстафа қажы атамыз Тілен шырағым дұрыс оқыдың, жалғастыра бер деп жаңағындай Тілен моллаға насихат айтады екен. Сондықтан да жалпы міне осы оқиғаны өзім марқұм әкем Ертай қажы Исламұлы сол кісінің үш алаш атты кітабынан оқыдым. Шыны керек өзім қатты бір әсер алдым. Мынау қазіргі енді қоғамда айтады ғой, осы қазақ халқы ислам дінін білмеген, шариғатты оқымаған. Міне осы оқиғадан да біз көп үлгі алуымыз керек. Жалпы біздің аталарымыз өте білімді болған, және қатты бір әсер алғаным тәжвид ережелерін өте қатты ұстанған екен, сақтаған екен, көрдіңіздер ме? Яғни сәкта дегеніміз
мынау асым қырағаты бар бізде Құранда. Сол асым қырағатында Хафс риуаяты бойынша Шатуия жолымен 4 сүреде келеді сәкта ережесі. Бұл ең біріншісі Каф сүресі, Ясин, Мутаффифин және осы Қиямет сүрелерінде келеді екен. Яғни осы Құранды өте ол кісілер тәжвидпен жаңағындай мәнерлеп, нақышына келтіріп оқығаны бұл жалпы қазақ халқының құлағына сіңісті болу керек деп ойлаймын. Енді бұл осы оқиғаға қарасақ, Әлмұхаммед Молла атамыздың деңгейі өте жоғары. Өйткені шыны керек қазіргі заманның қарилары да осы ережені сақтамайтында қарилар бар жалпы. Міне соны Әлмұхаммед Молла атамыз тәжвид ережесіне өте қатты мән беретіні бізге белгілі болды осы оқиғадан. Бұл мәселеде Мұстафа Қажы атамыздың даналығын көрсек болады. Жалпы шариғатымызда да мұсылман бауырының көңілі өте жоғары орында тұрады екен. Жалпы енді өзімнің ойым сол көңіліне қарады. Дұрыс, енді Әлмұхаммед Молла атамыздың айтқан сыны дұрыс болды. Бірақ соны тілен шырағым дұрыс оқыдың деп Мұстафа Қажы атамызда бір демеу беріп, жаңағы тілен атамызға бір көркем түрде бір пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сипатын көрсетіп кетті. Мұстафа Қажы Ғұбайдоллаұлы 1969 жылдың қазан айында 89 жасында дүниеден озды. Жітіқарадағы ескі кірпіш заводының маңында Құтпанай мұсылмандар зиратында жерленген. Ол ұстазы Зайнолла Ишан сияқты жақсы заман туатына сенді. Өйткені Зайнолла Ишан халқымыздың шыдамы иманымыз секілді берік, Құдай әділ және жіберілген сынақты көтере білген үшін сыйын береді. Бәлкім мен ол күнді көре алмаспын, бірақ ақиқатқа ештеңе тосқауыл бола алмайтын күн туады деген екен. Дін бар жерде тәртіп бар, дін бар жерде білім бар, дін бар жерде сана мен сезім бар, ұйымшылдық бар, елге деген жанашырлық бар. Міне осы Жітіқара өңірінде сол мешіттердің салынуы енді біздің үлкендерге байланысты ғой. Соның ішінде әсіресе Мұстафа Қажының орны бөлек. Ол кездерде біз бала болдық, бірақ бала болғанменен Мұстафа Қажының үйіне талай келіп атаммен бірге араластық. Мынау Аршалы деген жерде нағашым тұрды, Құсайын деген кісі. 7 жасынан көзі болмады, бірақ Құранды кез келген жерінен оқитын қари еді ол кісі. Міне сол кісі келгенде Мұстафа Қажыға кірмей кетпейтін. Екі көзі білмесе де машинамен келе жатқанда айтады: "Ай балам, мына жерден байқаш, бір сай бар еді ғой" деді. Таңғалатын едім, қалай ол кісі, екі көзі жоқ, жолды қайдан біледі? Міне бұл Алла тағаланың берген кереметі сый ғой ол кісіге. Бірнеше рет фотографияға түсіріп алуға да тырыстым, бірақ түсіріп ала алмадым. Фотоаппаратты алып келсем, қасына ол кісі таяғын былай қоя қояды. Сонда ол мені қайдан көреді? Екі көзі болмаса. Алланың берген бір ризығы шығар екі көздің орнына. Міне сол кісі келгенде Мұстафа Қажыға баратынбыз. Мұстафа Қажыны мен мына өркениеттің дамуының, мына қазақ, енді біз жергілікті қазақтарымыз ғой, қазақ халқының, жалпы мұсылман халқының осы жерде ұйымшыл болуының, елге қызмет етуінің, мынау ұлттық мемлекетімізге ие болудың негізгі кілті деп білем. Жітіқара ауданында ең бірінші мешіт ашылған кезде сол жаңағы екі этаждық кеңсе ғимараты бұрын сонда редакция болған екен. Кейін мешіт керек деп мешіт ашқан кезде сол жердегі белсенді ақсақалдарымыз елден жылу жинап, қаражат жинап мешіт ашамыз деген кезде сол жаңағы редакцияның ғимараты босатылып, сол жерде ең бірінші Мұстафа Қажы атындағы мешіт ашылған. Кейін енді замана талабына сай, уақыттар өте келе, ол ғимарат кішірейіп, тар, кішкентай болғандықтан жанынан жаңадан ғимарат ашылды. Оған сол жаңағы демеуші ретінде Ержан Тәтішевтің әулеті болды, және сол кісінің есімі берілді. Сол Жітіқараның үлкендері
мешітке құран оқытуға келген кезде, жұма намазына келген кезде сол 2 этаж жаңағы кеңсе ғимаратының үлкен құран оқитын бөлмесі бар, залы. Сол жерге келіп, әрдайым 2 рақат намаз оқитын. Сонда таң қалып сұрайтын, мешіт ар жақта тұр, мешіт бөлек ғимарат, сіздер неге бұл жерде мешітте намаз оқисыздар десе, бұл Мұстафа қажының мешіті ғой. Сол Мұстафа қажының мешітіне құрмет көрсетіп, бірінші очередь 2 рақат намаз оқимыз. Кейін жаңадан салған Ержан Тәтішевтің есімі берілген мешітке барып, сол мешіттің ішінде бөлек 2 рақат намаз оқиды. Сол кездегі үлкен кісілердің, енді ол кісілер Мұстафа қажының көзін көрген, сол заманда ғұмыр кешкен үлкен кісілердің жаңағы істеген амалдары сондай еді. Кейін келе сол Жітіқара мешітінің тарихымен таныса келген кезде Мұстафа қажының Жітіқара жұртшылығына жасаған ықпалы, игі істері өте көп екен. Өте сыйлы адам болған, бүкіл ел аузынан ұстамайтынды. Сол Мұстафа қажыны біз бала кезімізде естіп, содан естіп жүргенбіз. Енді Қайырбек қажыны көргесін, оны жалғасы көргесін, бізді одан да сыйлайтын болдым. Потому что ол кісілер таза, имандары таза, иманы жолында қызмет еткен. Енді қандай не болса да, қиындық болса да, адамдарға қамқоршылық істеп, біраз қызмет еткен, енді сол елдің есінде қалған. Әлі күнге дейін айтып жүреді. Болашақта сол 2 этаж ғимаратты сол Мұстафа қажының атынан оқу орталығын, не болмаса кітапхана қылып ашуға болатын шығар. Өткен жылы осы Мұстафа қажының барша ұрпақтары жиналып, рухына тағзым етіп, облыстың түкпір-түкпірінен және де көрші Ресейден де қонақтар келіп, осы бабамыздың рухына құран бағыштап, ұрпақтары осы мешітімізде ас берілді. Оның барлығы сол жиында да Мұстафа қажының өмірі халыққа насихатталып, ұрпаққа тәлім ол рухани кеш өтті. Алланың нұрының тарауына да көптеген еңбек еткен қажы атамыз. Біз оның есімін дәріптейміз, өскелең ұрпаққа әрдайым үлгі өнеге қылып, осы мешітімізге келген жамағатқа, жалпы халыққа осы уағыз насихаттарымызға қосып айтып жүреміз. Енді кешегі қиын қыстау кездерінде, Совет үкіметі өршіп тұрған кезде Мұстафа қажылар өздерінің үйлерінде тарауық намаздарын өткізген, айт намаздарын оқыған, енді мұсылмандардың қажеттілігін орындап, өз үйлерін мешіт қылған деген хабарларды естідік. Енді кейін сол кісінің ұрпақтарымен араласқан кезде, ол кісінің Мұстафа қажының кітапханасымен де таныс болдым. Құнды біраз жаңағы арабша еңбектер бар, көптеген том кітаптар бар, жаңағы тәпсір кітаптары, ақида мәселесінің кітаптары, араб тілінің грамматика кітаптары, араб тілінен синтаксис, морфология деп бөлінеді, жаңағы сарф және наху деп сол кітаптар жаңағы ұрпақтарында әлі күнге дейін сақталған. Қисса кітаптары бар, бұрынғы ата-бабаларымыздың кезінде оқыған қиссалар бар, қиссатул әмбия дейді, пайғамбарлар қиссасы, сол кітаптар бар, енді есінде қалғаны. Жаңағы фиқ кітаптары, шариғат кітаптары, әлі күнге дейін сол жаңағы ұрпақтарының үйінде сол кітаптар сақталған. Атам қазақ айтқандай, шариғаттың шәрбәтін ішпей, тарихаттың тәубәсіне түспей, мағрипаттың мәуесін жемей, ақиқаттың айнасынан өзіңді көре алмайсың. Кешегі біздің данагөй бабаларымыз ақиқаттың айнасынан өздерін көре алған адамдар. Соның бірі бүгінгі біздің деректі туындымызға арқау болып отырған Мұстафа қажы Ғыбайдоллаұлы. Ол бар санаулы ғұмырын ислам дінінің кең таралып, өркен жаюына, ұлтымыздың мұсылманшылық ғұрпын сақтап, мешіт салып, имандылық жолын дәріптеуге арнады. 90 жасқа қараған шағында өмірден өткен Мұстафа қажы биыл дүниеге келгеніне 145 жыл. Осы айтулы датада атаның есімі атаусыз қалмас екен деген бізде де бір тілек бар. Себебі Мұстафа қажы еліне мешіт салып қана қоймай, дінімізді дәріптеп, дәстүрімізді бойымызға сіңірген, ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан тарихи тұлға. Тарихымызды ұмытпайық, ұлы тұлғаларды ұлықтайық ағайын. Сау болыңыздар.